отбасымызда 7 адам. Еліміз Қаракесек, отағасы Қазбек, отанасы мынамен Айнұр. 4 бала тәрбиеленуде. Ортамызда әжеміз бар, тату тәтті, дәстүрлі нақышта балаларды тәрбиелеудеміз. Қай халықты алсақ та, өзіне тән тыныс тіршілігі, салт дәстүрі, әдет ғұрпы, күн көрісі бар. Дегенмен, осы салт дәстүрлердің ішінде ұмыт болып бара жатқан салт дәстүрлер де бар. Аиша, ерулік туралы сен не айтасың? Ерулер жаңа көшіп келген көршіні қонаққа шақырады. Қазы қарта жау жая асып қонақ етеді. Мақсаты көрші жақын танысып, араласып деген ой болады. Босаға майлау. Босаға майлау жастар еншісін алып, отау құрғанда, пәтер алғанда үлкен әжелер босағаға май жағады. Мақсаты үй майлы, жайлы, берекелі, үйінен қонақ үзілмесін деген мақсат болады. Қазан шегелеу туралы Алиша сен не айтасың? Қазан шегелеу, жақын туыс, жақын алғасы үйге барып, қазан шегелеу келдік деді. Үй иесі ет азып қонақасын береді. Бәрекелді, қалау айту, біреудің дүниесіне, немесе затына, малына көзі түскен адам үй иесіне, балаларына бағалы сыйлық жасап, қалауға келдік дейді. Үй иесі сөзсіз қалаған затын сыйлайды. Бұл салт бірлікке тәрбиелейді. Абысын асы. Абысын асы. Бұрын әйелдер ерлерінсіз қыдырмаған. Ерлері бір жаққа кеткенде, әйелдер олардың рұқсатымен бас қосып, абысын асын берген. Жиналып, әңгіме дүкен құрған. Абысын асы татулыққа, сыйластыққа тәрбиелейді. Абысын тату болса, ас көп деген мақал осыдан шықса керек. Тамаша. Қазақ халқының ғасырлар бойы өмірден алған жиынтығы ұрпақтан ұрпаққа, атадан балаға ұмытпай жеткізу біздің міндетіміз.